Хижра жыл санауымен 5-ші жылы ислам тарихында Мехнатул Ифк, жала мен сыналу деген атпен айшықталған, Айшаның тазалығы мен адалдығын дәлелдейтін бір оқиға орын алды. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, сапарға шығар алдында жұбайларына жеребе тастап, жеребе түскен әйелін өзімен бірге жорыққа алып шығатын. Бәну Мұсталиқ тайпасына қарсы шайқасқа аттанарда жеребе Айшаға түсіп, ол сол жорықта пайғамбарымызға оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын ереді. Олар жеңіске жетіп, Мәдинаға қайтып келе жатқанда, күн батып, ымырт үйірілер шақта, жол азабынан тынығу үшін біраз аялдайды. Сол жерде Айша қажеттілік туып, түзге шығады. Оның мойнында емен көз моншағынан тізілген алқасы бар еді. Қапелінде сол алқасының үзіліп, сусып түсіп шашылғанын өзі де аңғармай қалады. Шешесі Умму Руман тойына сыйға тартқандықтан алқаны аса қымбат көретін Айша оны іздеп тауып, теріп жинап, күймесіне келсе, күйме орнында жоқ. Әскер жиналып жүріп кеткен. Айша анамыз өте жеңіл болатын. Сахабалар күймені көтеріп, түйеге артқан кезде оның бар жоғы білінбейтін. Менің күймеде жоқ екенімді байқап, қайтып келер деген оймен жамылғысын оранып алып, жол бойына шығып тұрады. Сафуан ибн Мұғаттил, Аллах оған разы болсын деген кісі, әскердің соңында жүріп отырып, көштің ұмыт қалдырып, түсіп қалған заттарын жинап жүретін. Көш орнына келген Сафуан айналаны көзімен бір шолып өткенде, сонадайдан біреудің қарасын байқайды. Жақындап келгенде, оның Айша екенін таниды. Ол Айшаны хиджаб парыз болудан бұрын көрген еді. Екеуі басы артық сөзге де бармастан, Сафуан түйені шөктіреді де, өзі алсырақ барып теріс бұрылып тұрады. Айша түйеге мінгеннен кейін, түйенің бұйдасын жаяу жетектеп, таң атқан соң ғана демалып жатқан әскерді қуып жетеді. Ол екеуін көрген бойда, бір топ адамның ішінде отырған мұнафықтардың басшысы Абдуллах ибн Убай, Айша Сафуанмен келеме? Аллахтың атымен ант етемін, бұл жүрістері тегін емес шығар, деген мағынадағы пасық сөздерді айта бастайды. Әйтсе де өтірікші Абдуллах ибн Убай өлер жерін білетін, сондықтан да ойындағысын екі ұшты жымысқы сөзбен жеткізеді. Оның бұл жымысқы ойы іске асып, адамдар Айша мен Сафуан туралы қаңқу сөз тарата бастайды. Оның ішінде әсіресе Абдуллах ибн Убай бастаған мұнафықтар жандарын салып ақ кіріседі. Іздегенге сұраған мұнафықтар тіпті болмаған түймедей, жайттан түйедей өсек шығарып, екеуіне күйе жағып, жала жабады. Бір өкініштісі, өсектің қауға тиген өрттей лаулағаны сондай. Хасан ибн Сабит, Мустих ибн Абу Мустих, Хамна Жахш қызы сияқты мұсылман ер-әйелдер де пасық мұнафықтардың алдауына түсіп, Айшаны ашық зина жасады деп айыптаған сөздер айтады. Аллах тағала олардың күнәларын кешірсін. Жел сөзге құмар адамдар оларға жала жабады. Бұл өсектен өрілген жала Аллах елшісіне де, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, жетеді. Ал мұны Әбу Бәкір мен Умму Руман, Аллах тағала бұл отбасыға разы болсын, естігенде төбелерінен жай түскендей хал кешеді. Жолдан сырқаттанып келген Айша, пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, өзін жатырқап жүргенін сезіп, рұқсат сұрап ата-анасының үйіне кетеді. Бірнеше күн өтер өтпестен ауырып, төсек тартып, бір ай жатып тұрады. Сосын ғана ол жұрттың өзі жайлы не деп жүргенін біледі. Айша бұл жайында өзі: Мәдинаға келгенімізге көп болмаған, мен қатты сырқаттандым. Ұстамалы безгекпен бір ай төсекке таңылдым. Сол аралықта жұрт арасында маған жабылған өсек аяң тарапты. Мен болған жайлардан мүлдем хабарсыз едім. Тек сырқаттанып жатқанымда Аллах елшісінен оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, салқындық сездім. Атымды атамай, қалайсың дейтінде қоятын деген. Айша анамыз өзіне жабылған жаланы алғаш Умму Мустих деген әйелден естиді. Түнде Айшамен бірге тысқа шыққан Умму Мустих етегіне шалынып кетеді де, ұлы Мустихты жазғырып, тілдеп қалады. Бәдірге қатысқан сахабаны неге тілдейсің?
деген Айшаға Умму Мустих бар жайтты ашып салады. Мұны естіген Айша түзге шығуға шамасы келместен кері қайтады да, сол сәттен бастап күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылады, көзі жастан құрғамайды. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, мен адал пәк әйелі арасындағы жағдай мүмін мұсылмандардың жүрегін жаралайды. Бұл Аус пен Хазрадж сияқты екі рудың ара қатынасының ушығуына алып келеді. Өйткені мұнафық Абдуллах ибн Убай Хазрадж руынан еді. Аустықтар оны өлтірмекке ұмтылғанда, исламды қабылдағаны мен имандары орнықпаған жақтаушылары оны қорғайды. Екі рудың арасында қырғи қабақтық орнайды. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, араларына түспегенде бір-бірімен қырқысатын еді. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, мінберге шығып: «Уа адамдар, маған отбасыма қатысты азар беріп жатқан адамдарға не деуге болады? Аллахтың атымен ант етемін, одан жақсылықтан басқа ештеңе көрген емеспін» деген сөздерді айтады. Сонда Аус көсемдерінің бірі Усайд ибн Худайр, Аллах оған разы болсын, орнынан тұрып: «Кім ол, уа Аллахтың елшісі? Айт бізге, егер Аустан болса, өзіміз жауап береміз, ал егер Хазрадждан болса, онда бізге қалағандарыңды бұйыр» дейді. Сол кезде Саад ибн Убада, Аллах оған разы болсын, орнынан көтеріліп: «Өтірік айтасың» дейді. Усайд оған: «Сен мұнафықсың, мұнафықтарды қорғап тұрсың» деп айқайлайды. Осы жерде пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, араға түсіп, оларға басу айтып тоқтатады. Сахабалардың, Аллах оларға разы болсын, бұл жалаға қатысты білдірген ойлары: Абу Айюб әл-Ансариден, Аллах оған разы болсын, әйелі бұл өсек аяңға қатысты ойын сұрағанда ол: «Сен сондай істермедің?» деп сұрақ қояды. «Аллах сақтасын, ешқашан» деп жауап берген әйеліне: «Айша тақуалықта сенен әлде қайда артық» дейді Абу Айюб. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, пікірін сұрағанда Зайнаб Джахш қызы, Аллах оған разы болсын: «Аллахтың атымен ант етемін, мен естімегенімді естідім деуден құлағымды, көрмегенімді көрдім деуден көзімді сақтаймын. Мен Айша туралы жақсылықтан басқа ештеңе білмеймін» деген еді. Усама ибн Зайд, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Аллах елшісіне, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, келіп, онымен ақылдаса отырып: «Уа Аллахтың елшісі, сенің жақын туғандарың Айшадан ешқандай жамандық көрген емес, және ол жайлы айтылып жүргендердің бәрі жалған» дейді. Али ибн Абу Талиб, Аллах оған разы болсын: «Уа Аллахтың елшісі, шын мәнінде әйелдер көп, ал сен оларды айыра білесің. Қаласаң қызметкер әйелден сұрап көр, ол мұны растайды» деген. Яғни Айшаның адалдығын. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, қызметкер әйел Барирадан сұрағанда, ол Айша жайлы тек жақсы нәрсе айтады. Барираның Айшаға қатысты бар келтірген кемшілігі, бірде қамыр илеп қойып, оны ұмытып кетті де қамырын ешкі жеп кетті деген сөзі болды. Бұл ұлы тұлғалы әйелдің осы уақытқа дейінгі жалғыз кемшілігі еді. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Әбу Бәкірдің үйіне барғанда Айшаны кездестіреді. Ол көз жасын көлдетіп жылаумен отырса, ата-анасы түнерген тау секілді үн қатпайды. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айшаның жанына келіп, егер күнәкар болса, Аллахтан кешірім сұрауын, шынында Аллах тағала кешірімшіл екенін айтады. Бұл сөздерді естіп, қорқып кеткен Айша кенет өңі сұрланып, көз жасының тыйылғанын сезеді. Әлдене дегісі келіп еді, тілі жансызданғандай болып, бірдеңе деуге икемге келмейді. Ыза кернеп булыққан Айша қайтадан көз жасына ерік беріп, қарақаттай жанары жасқа малынып, әке-шешесіне қарап: «Аллах елшісіне жауап беріңдер» дейді. Ата-анасы айтарға сөз таппайды. Содан соң өзі ширығып: «Аллахпен ант етейін, істемеген нәрсем үшін Аллахтан кешірім сұрамаймын. Менің пәк екенімді Аллах біледі. Мен өзім бармаған күнәдан хабардар болдым, ал сендер жабылған жалаға иландыңдар. Ондай жағдайда мен өзіме де, сендерге де Юсуфтың әкесінің
көркем сабыр, сендер сипаттаған нәрседе Аллах өзі жәрдемші дегеннен басқа айтарым жоқ дейді. Осымен сөзін доғарып, сырттай жыласа да, іштей Аллах тағаладан жәрдем сұрап жатады. Аллах елшісі де, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, үнсіз қалпын сақтап отыра береді. Айшаның ата-анасы да ауыз ашпайды. Бір кезде Аллах тағаладан елшісіне, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, уахи түсіп, пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын терлей бастайды. Оның басына жастық қойып, көрпеге орап жатқызады. Бәрі айналасына жиналып, Аллахтан қандай уахи келерін күтіп, жандарын шүберекке түйіп отырады. Күнәдан пәк екеніне сенімді Айша ғана Аллахтың өзіне зұлымдық істемейтініне нанып, сабырлық танытты. Бір шама уақыттан соң Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айша, Аллах сенің күнәдан пәк екеніңді уахи етіп түсірді дейді. Сосын пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, тысқа шығып, келген аяттардан адамдарды хабардар етеді. Сол жаланы келтіргендер сендердің іштеріңдегі бір топ. Оны өздерің үшін жаман деп ойламаңдар. Керісінше, ол сендер үшін жақсы. Олардан әрбір кісіге тапқан күнәсі бұйырады. Ал олардан оның үлкенін иеленгенге, Абдуллах ибн Убайға, үлкен азап болады. Сендер оны естіген кездеріңде, иман келтірген ерлер мен иман келтірген әйелдер өздеріне жақсылық ойлап, бұл анық жала десе еді. Олар бұған 4 куә келтірмеді ме? Егер куәлар келтіре алмаса, солар Аллахтың алдында өтірікшілер. Аллахтың осы дүниеде және ақыретте сендерге деген кеңшілігі мен мейірімі болмағанда, берілген өсектерің үшін сендерге үлкен азап тиер еді. Сол кезде сендер оны тілдеріңмен қағып алып, өздеріңде ол жайлы білім болмаған нәрсені ауыздарыңмен айтуда және оны жеңіл деп есептеуде едіңдер. Бірақ ол Аллахтың алдында өте үлкен. Оны естіген кездеріңде, бізге бұны сөйлеуге болмайды. Сен барлық кемшіліктен пәксің, бұл үлкен жала десеңдер еді. Аллах сендерге, иман келтірген болсаңдар, мұндайды еш қашан қайталамауларыңды насихат етеді. Аллах сендерге белгілерді түсіндіреді. Аллах бәрін білуші, өте дана. Иман келтіргендердің арасында арсыздықтың таралуын ұнататындарға дүниеде және ақыретте күйзелтуші азап бар. Аллах біледі, ал сендер білмейсіңдер. Аллахтың сендерге деген кеңшілігі мен мейірімі және Аллах өте жанашыр, ерекше рахымды болмағанда еді, әміріне қарсы шыққандарды қатаң жазалар еді. Нұр сүресі 11-20 аяттар. Мінекей, Айшаға қатысты бұл уақиға осылайша аяқталды. Бұл жайт мұсылмандардың сыналуына себеп болды. Ал бұл сынақ Аллах елшісі Мұхаммед, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, шақырған діннің әділдігі мен хақиқилығын және Айшаның күнәдан тазалығын тағы бір дәлелдеді. Жаланың таралуына себепкер адамдар сондай адал әйелдерді зинада айыптап, сосын 4 куә алып келмегендер, оларға 80 дүре соғыңдар және олардың куәлігін ешқашан қабылдамаңдар. Нұр сүресі 4 аят. Деген Аллах тағаланың бұйрығына сәйкес 80 дүреден тиісті жазаларын алды. Міне, бұл ауыр сынақтың сыйы ретінде түскен аят ойлап табылған азғындық пен мақсаттың астында біріккен адамдардың өтірігінің жауабы болған еді. Әумесер мұнафықтар тобырының бетке тұтары Абдуллах ибн Убайда өтірікті өрбіте жүріп, жеме-жемге келгенде ислам алдында әлсіз, бейшара болып шығады. Мұнафықтар дін шымылдығы артында жасырынып, зұлымдық ойлайды. Айшаға қатысты уақиға олардың жапқан жалалары, жаққан күйелері, ойлап тапқан өтіріктерінің бірі еді. Ал бұл өтірік Аллах тағаланың аяттарымен ақталды. Айша намыздың кіші пейілділігі сондай, Аллахтың атымен ант етемін, мен үшін аят түседі деп ойлаған емеспін деген. Достар, асыл аналар атауымен тыңдарманға жол тартқан видеолардың жалғасын көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сондай-ақ қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Асыл аналар атауымен жарыққа шығатын видеолар жалғасын жіберіп алмай көре алатын боласыз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.